Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңындағы кезекті баспасөз мәслихатын бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жаз кезіндегі балалардың қауіпсіздігі туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикерлеріміз Семғалиева Афиза Болатқызы, Батыс Қазақстан облысы балалардың құқығын қорғау басқармасының басшысы, облыс әкімдігі жанындағы бала құқығын қорғау комиссия төрағасының орынбасары, Өтебалиева Шаттық Саматқызы, Батыс Қазақстан облысы бала құқығы жөніндегі уәкіл, облыс әкімдігі жанындағы бала құқығын қорғау комиссия мүшесі, және де Олжас Әзімбекұлы Ибраимов, Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы, полиция подполковнигі, облыс әкімдігі жанындағы бала құқығын қорғау комиссия төрағасының орынбасары. Алаңымызға қош келдіңіздер. Афиза Болатқызы, сөз сіздің өзіңізде. Мархабат. Рахмет. Құрметті Батыс Қазақстан облысының тұрғындары, ең алдымен барша балаларды бүгінгі халықаралық балаларды қорғау күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Әрбір бала қауіпсіз және бақытты балалық шақта өсуіне баршамыз міндетті деп басты міндетіміз болып табылады. Жаз мезгілі балалар үшін ең керемет мезгілдің бірі, дегенмен де осы мезгілде туындайтын қатерлердің де, қауіп қатерлердің де саны артады. Жалпы бұл бағытта мемлекет тарапынан балалардың қауіпсіздігін, құқықтарын қамтамасыз ету мәселесі басты назарда болады. Соның ішінде Қазақстан балалары тұжырымдамасы аясында жазғы кезеңде балалардың пайдалы бос уақытын ұйымдастыруға бағытталған ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Атап айтқанда мектеп жанындағы және қала сыртындағы лагерлер, балалардың аула клубтары, спорт секциялары, тағы да басқа шығармашылық алаңдармен балалар жазғы демалыстарын қызықты, қауіпсіз әрі пайдалы өткізілуіне жағдай жасалуда. Бұл қауіпсіз мәселесі бағытында барлық бала қамтылады. Басты назарда әрине жазғы демалысқа шыққан оқушылар. Жалпы мәлімет үшін жазғы демалысқа шыққан бала саны бүгінгі таңда 126.221 бала. Балалардың өмірі мен денсаулығы ата-ананың, қоғамның және мемлекеттің ортақ жауапкершілігі екенін ұмытпауымыз қажет. Тек бірлескен жұмыс арқылы ғана әрбір бала үшін қауіпсіз орта қалыптастыра аламыз. Жазғы кезеңде барлық уәкілетті мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында жүйелі жұмыстарды жүргізіп, қажетті профилактикалық іс-шараларды қабылдайтын болады. Атап айтқанда, балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия тарапынан қауіпсіз балалық шақ акциясы бастау алады. Акция аясында балалардың құқықтық және цифрлық сауаттылығын арттыруға, құқық бұзушылықтан алдын алуға, су айдындары мен жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, тәуекел тобындағы балалармен жұмыс жүргізуге, сондай-ақ кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта заңсыз өкілдерінсіз жүруінің алдын алуға бағытталған кешенді іс-шаралар ұйымдастырылатын болады. Құрметті ата-аналар мен балалардың заңды өкілдері, балалардың қауіпсіздігіне ерекше назар аударып, олардың кіммен араласатынын, қайда жүргенін және немен айналысатынын бақылауда ұстауларыңызды, сондай-ақ үйде, көшеде, интернетте және су айдындарында қауіпсіздік ережелерін үнемі еске салып отыруларыңызды сұраймыз. Егер балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға қатысты сұрақтарыңыз туындаса, балалардың құқықтарын қорғау басқармасына, сондай-ақ 3 бірлік 111 бірыңғай байланыс орталығына немесе жергілікті 7420 сенім телефонына хабарласуға болатынын қаперлеріңізге саламыз. Тағы да барлық балаларды, ата-аналарды бүгінгі халықаралық балалар қорғау күнімен құттықтай отыра, бүлдіршіндеріміздің жазғы уақыты мағыналы әрі сапалы болсын және де ең бастысы қауіпсіз өтсін деген тілек білдіреміз. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет, Афиза Болатқызы. Сөз кезегі Шаттық Саматқызы, өзіңізде. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Бүгін барша балаларды халықаралық балаларды қорғау күнімен құттықтаймын. Адамның өмірінің мәні, сәні ол бала. Әр бала бақытты болу үшін дүниеге келген. Енді бүгінгі мерекеде барлық ата-аналардың назарына, қоғамға біздер енді балаларды қауіпсіздігін бірінші ойлау керектігін тағы да еске салғымыз келеді.
Жаз басталды, жазғы уақыттағы балалардың қауіпсіздігі, сонымен қатар жазғы уақыттағы балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру бұл ата-ана үшін, қоғам үшін басты міндет болып табылады. Президентіміздің тапсырмасына сәйкес биыл біздің облысымызда үлкен жаңалықтар болуда балаларға қатысты. Бұл бала құқығын қорғайтын басқарманың құрылуы, 111 сенім телефоны, сонымен қатар жергілікті 7420 сенім телефонының құрылғаны, бұның барлығы да балаларға қолдау деп түсінеміз. Енді қазір шыны керек, бүгін осы мерекеге орай барлық жерде балаларға арналған мерекелік шаралар өтуде. Сонымен қатар осы бір ай ғана емес, 3 ай бойы біздер әр баланың уақытын сапалы және тиімді өткізуге назар бөлу керекпіз. Енді бүгінгі күні қосымша білім беру ұйымдары, үйірмемен қамту жұмыстары, спорт бағыты болсын, интеллектуалдық бағыт болсын, әйтеуір баланың бір бос уақытын тиімді өткізу үшін бір бағыттап қолдап жіберу керекпіз. Енді егер де балаға қатысты құқық бұзушылық немесе басқа да жағдайлар болса, 111 сенім телефонына немесе 7420 сенім телефонына хабарласуыңызды сұраймыз. Себебі әр қоңырау ол өте маңызды. Бүгінгі күні енді балалардың психологиялық қолдау орталығы бой көтерді. Кез келген уақытта егер психологиялық қолдау қажет болса, біздерге хабар берсеңіз, балаларға тегін қызмет көрсетеді. Сонымен қатар отбасын қолдау мақсатында тек қана бала емес, отбасындағы ата-анаға да қолдау қажет болса, егер бала мен тіл табысу жағдайына қатысты, онда отбасы қолдау орталығы да бүгінгі күні біздің облысымызда жұмыс жүргізуде. Енді мобильді топтар бар, бұл облыс әкімі жанындағы құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша, балалардың құқығын қорғау бойынша комиссияда өз жұмысын жүргізуде. Осы рейд кезінде болсын, бірінші қоңырау болсын, бірінші болып осы мобильді топтар өз қызметін көрсетеді. Көп рахмет, Шаттық Саматқызы. Олжас Сазымбекұлы, қош келдіңіз. Сөз тізгіні өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті Батыс Қазақстан облысының тұрғындары мен қонақтары. Барлығыңызды бүгінгі дүниежүзілік балаларды қорғау күнімен құттықтаймын. Ендігі ретте қазіргі таңда елімізде мемлекет басшысының бастамасымен мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі ретінде айқындалған заң және тәртіп қағидатын нығайтуға ерекше назар аударылуда. Аталған тұжырымдаманың басты мақсаты азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыру, құқық бұзушылықтардың алдын алу және қоғамсыз қоғам қалыптастыру. Осы жұмыстың басым бағыттарының бірі кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу. Кәмелетке толмағандар арасындағы криминогендік ахуал профилактикалық іс-шаралардың одан әрі күшейту қажеттігін көрсетеді. Қазіргі кезде 5 айдың қорытындысында облысымызда кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстар саны 18%-ға төмендеп отыр. Сонымен қатар кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстардың да саны 5-8%-ға төмендеп отыр. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында полиция департаменті келесі жұмыстар жүргізілді. Ағымдағы жылдың 19-25 мамыр аралығында 86 мектеп автобусы тексерілді. Олардың ішінен техникалық жағдай талаптары сәйкес келмейтін 3 автобус анықталды. Аталған көлік құралдарының ақауларын жою жөнінде нұсқаулар беріліп, кемшіліктер жойылғаннан кейін қайта тексеру жүргізіледі. Балаларды тасымалдау кезінде автокөлік құралдарының техникалық жағдайы Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі бұйрығының талаптарына сәйкес әрбір рейс алдында тұрақты түрде тексерілетін болады. Сонымен қатар балаларды тасымалдайтын автобустар міндетті түрде патрульдік полицияның арнайы автокөліктермен сүйеленетін болады. Құқық бұзушылықтардың алдын алу және кәмелетке толмағандардың түнгі ойын-сауық орындарында немесе заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз тұрғын жайдан тыс жерлерде болуы фактілерін анықтау мақсатында 25 мамырдың 1 маусым аралығында облысымызда демалыс жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Іс-шара барысында 358 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Сонымен қатар тұрақты түрде әр аптаның жұма және сенбі күндері білім беру органдарының өкілдерімен бірлесіп ойын-сауық орындарында, жасөспірімдер көп шоғырланатын жерлерде және басқа да қоғамдық орындарда рейдтік шаралар өткізілуде. Сонымен қатар кәмелетке толмағандардың арасында құқықтық тәртіпте 3000-ға жуық түсіндіру жұмыстары ұйымдастырылды. Оның ішінде білім беру ұйымдарында 1789 әңгіме өткізілсе, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 1000-нан астам материалдар жарияланды. Құқық бұзушылықтар мен жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында полиция қызметкерлері тарапынан профилактикалық жұмыстар тұрақты түрде жүргізілетін болады. Полиция департаменті кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу жұмысын күшейтті және балалардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдайтын болады. Рахмет.
Көп рахмет Олжас Азымбекұлы. Ақпараттық алаңымызға келіп түскен сұрақтар легін жолдасақ, өзіңіздің департаментке қойылған жалпы сіздің бағытыңыз бойынша алғашқы сұрағымыз: жазғы демалыста балалардың түнгі уақытта ересектердің қарауынсыз жүруі қаншалықты өзекті мәселе, және де биыл қандай бақылау шаралары күшейтілді? Жаңа өзім айтқанымыздай, біздер мына 25 мамыр соңғы қоңырау соғылғаннан кейін сол күні біздер облыс аумағында демалыс жедел профилактика шарасын бастап кеттік. Оны айтып түсіндіретін болсам, негізгі ата-ананың міндеті түнгі сағат 23:00-ден бастап таңертеңгі 6-ға дейін бала ата-анасынсыз көшеде сыртта жалғыз өзі жүруге тыйым салынған. Заңды өкілінсіз жүруге болмайды. Сонымен қатар сағат 22:00-ден бастап ойын-сауық орындарында да жүруге болмайды ата-анасынсыз. Осы жұмыстарды біздер бастап кеттік. Бүгінгі таңда бұл өте өзекті мәселелердің бірі отырған көріп отырмыз. Өткен 7 күннің ішінде 358 бала облысымыз бойынша ата-анасынсыз өздері түнгі уақытта жүргендері анықталып отыр. Сондықтан ата-аналардың назарларына айтатынымыз, бұл үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Ата-ананың міндеті баланың түнгі уақытта жай барақатсыз өзімен өзі көшеде жүруге тыйым салынған. Ата-ана тәрбиелеу керек. Көп рахмет жауабыңызға. Және де тағы бір сұрағымыз: балалардың терезеден құлау оқиғалары әлі де кездеседі. Ата-аналардың жауапкершілігін күшейту үшін қандай нақты тетіктер қарастырылған? Бүгінгі таңда жыл басынан бері осындай бұл өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 3 бала біздің жаңағы кішкентай балаларымыз, бүлдіршіндеріміз терезеге қойылған сеткіге тақалып тұрып, сеткіден төмен қарай жерге құлап кетіп, дене жарақаттарын алды. Енді бұл да ата-ананың міндеті баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Жаңағы 3 баланың да ата-анасы біздің қазіргі кезде әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 127 бабына сай әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осы жерде айтып өтетініміз, құрметті ата-аналар, құрметті біздің балаларымыз, терезеге сүйеніп тұруға болмайды. Өйткені терезе сіздің салмағыңызды ұстай алмай, сеткіде ұстай алмай, жерге құлап кету қаупі өте жоғары екенін назарыңызға саламыз. Көп рахмет жауабыңызға. Кезекті сұрағымыз балалардың құқығын қорғау бойынша. Көп жағдайда балаларды өз құқықтарының бұзылғанын айтуға қорқады. Осындай жағдайда бала кімге және қалай қауіпсіз түрде жүгіне алады деген сұрақ келіп түсті. Жаңа өзіміздің сөзімізде біздер басқарма тарапынан да және бала құқығын қорғау уәкілі тарапынан да айтылды. Республика бойынша 111 телефоны бар. Барлық қоңыраулар тікелей жергілікті жерге түсіп, мобильдік топпен анықталып жұмыстанады. Және жергілікті сенім телефоны бар, 7420 деген. Осы екі байланыс арқылы да хабарға шығып, бала өзіне қатысты жағдайды толыққанды жеткізе алады. Сонымен қатар басқармаға да келіп хабарлауға болады мәселесі болған жағдайда. Жаңа Шаттық Саматқызы өз сөзінде атап кетті. Балалар құқығын қорғау басқармасымен қатар бізде психологиялық қолдау орталығы бар, балаларға арналған. Сол орталыққа барып та бала өзіне қатысты кәдімгідей сенімді түрде құпиялық сақталатын бағытта өзінің мәселесін ашық айта алады. Енді бұл орталықтардың барлығы қаланың көлемінде шоғырланған, басқармада, бірақ біздің балалар тек қана қалада емес, ауданда да, ауылдық жерлерде де балаларымыз бар. Сол себепті мектепте педагог-психолог пен әлеуметтік педагог жұмыс жасайды. Педагог-психологтың негізгі мақсаты да балаларға қатысты мәселелер туындаған кезде толық құпиялықты сақтай отыра көмек көрсету болып табылады. Сондықтан да балалар осындай барлық мүмкіндіктерді өзіне қатысты толыққанды пайдалана алады деп айтқымыз келеді. Жауабыңызға рахмет. Және де тағы бір сұрағымыз: жазғы демалыс кезінде ата-анасының қарауынсыз қалған немесе еңбекке заңсыз тартылған балаларды анықтау бойынша қандай жұмыстар жүргізілуде? Рахмет сұрағыңызға. Жаңа біз өз сөзімізде атап өттік. Облыс әкімдігі жанындағы балалар құқығын қорғау комиссиясының бастамасымен дәстүрлі қауіпсіз балалық шақ акциясы оздырылады. Бұл акцияның жоспарында
әртүрлі кешенді іс-шаралар қамтылған. Соның бір бөлімі бұл осы балалардың заңсыз еңбекке тарту блогы. Бұл бағытта рейдтік іс-шаралар ұйымдастырылатын болады. Жұмыс берушілерге ақпараттандыру бағытында жұмыстар жүргізілетін болады. Және түнгі уақытта жаңа Олжас Әзімбекұлы айтып кеткендей, рейдтік іс-шаралар ұйымдастырғанда да осындай егерде сигналдар түсіп жатырса, біздер міндетті түрде мобильді топ оған реакция жасайтын болады. Өздеріңізге мәлім, балалар 14 жасқа дейін еңбекке тартылмайды. 14 пен 16 жас аралығында балалар еңбек жасауға құқылы, бірақ оның арнайы еңбек кодексінің белгіленген уақыты бар және арнайы талаптары бар. Түнгі уақытта және балаға зиян келетін ортада бала еңбекке тартылмауы қажет. Және міндетті түрде де жаңағы жеңіл жұмысқа тартылғанда ата-ананың рұқсаты, заңды өкілінің рұқсатымен жүзеге асуы қажет. Көп рахмет жауаптарыңызға, ақпараттық алаңымызға келіп бөліскендеріңіз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Бүгінгі мереке баршаңызға да құтты болсын. Жақсы күнде жолыққанша аман сау болыңыздар.